Тарих қойнауындағы оқиға радиодрамасына қош келдіңіздер. Біз бір қатар күрделі сұрақтарға байланысты түрлі оқиғаларды жан-жақты зерттеген болатынбыз. Бүгін біз сол сұрақтардың ішіндегі ең күрделісін қарастырамыз. Бүгінгі хабарымызда адамзат тарихын анықтайтын 5 әмбебап сөзді зерттейтін боламыз. Олар соғыс, зорлық-зомбылық, қудалау, өшпенділік, қысым. Адамзат ерте заманнан бері күштілер мен әлсіздер арасындағы, қанішерлер мен олардың құрбандары арасындағы, үстемдікке ұмтылған тирандар мен олар үстемдік ететін кедей жандар арасындағы күрес. Қай жаққа қарасақ та, біз үнемі жақсылық пен зұлымдықтың, мейірімділік пен қатыгездіктің арасындағы осынау құдіретті күрестің таңғаларлық дәлелдерін көреміз. Біз әділдік орнап, зұлымдықтың тоқтатылуын қаласақ та, әр келешек ұрпақтан керісінше осының барлығының айқын көрінісіне куә болып, біз бұл ең қиын сұрақты дауыстап қоюға мәжбүр болудамыз. Құдай шынымен де мейірімді ме? Бәрін басқарушы ма? Неге зұлымдық үнемі жеңіске жете беретін сияқты? Қымбатты досым, егер сізді бір кездері осы сұрақ толғандырған болса, онда менің сізге айтар жақсы жаңалығым бар. Көзіміз бен сезіміміз бізге не айтса да, Құдай шынымен де бақылаушы, және зұлымдық әрқашан жеңе бермейді. Бірақ біз осы ең қиын сұрақтарға жауап іздей отырып, алдымен Құдайдың зұлымдықты ойлап таппағанын мойындауымыз керек. Оны біз адамдар өз қолымызбен жасадық. Құдай басқаларға билік етуге жармаспайды. Бұған біз ұмтылудамыз. Сондықтан зұлымдықты жеңеміз деген сұраққа жауап тапқымыз келсе, ең алдымен мәселенің шын мәнін аңғаруымыз керек. Мәселе өзімізде екенін білуіміз керек. Дәлірек айтқанда, мінсіз және сүйіспеншілікке толы Құдайға біздің күнәһар болмысымыз қарсы екенін мойындауымыз қажет. Құдайдың киелі сөзіндегі оқиғалар мен адамдарға негізделген Құдай туралы күрделі сұрақтар сериясының соңғы әрі маңызды бөлімін тыңдау үшін бізге қосылуға шақырамыз. Менің атым Тома, және мен Исаның шәкіртімін. 3 жыл бойы мен оның соңынан ердім. Ол ауылды аралап келе жатқан Құдай патшалығы туралы ізгі хабарды уағыздап, жүздеген адамдарды әр түрлі ауруларынан сауықтырды. Бірақ бұл біз Иерусалимге соңғы сапарымызды жасамастан бұрын болған оқиға. Ол кезде бұл жол бізді қайда апаратынын білмедім. Не болғанын түсінбей қалдым. Иса ол жақсы адам еді. Егер ол тірі болғанда, мен оған тағы бір сұрақ қояр едім. Неге? Неге тағы да зұлымдық жеңіске жетті? Кім? Бұл кім? Біреу бар ма? Кешірім сұраймын. Содан бері біраз қобалжыдым. Өйткені олар Исаны өлтірді. Біз мұнда қаланың үстіндегі Зәйтүн тоғайында мекендеп жатқан едік. Олар түн ортасында шамдар мен сойылдарымен бізге шабуыл жасап, оны ұстап алып сүйреп әкетті. Петр олармен күресуге тырысты, бірақ ақырында бәріміз қашып кеттік. 12 адам жан-жаққа. Басқалардың не істеп жатқанын білмеймін, бірақ мен түні бойы осында қаланың үстіндегі төбелерде жасырындым. Аяқ қадамдарының дыбыстарынан қорқып, олар қайта оралып, мені тұтқындап алатындарын күттім. Бірақ олар келмеді. Келесі күні таңертең жарық түскен кезде, жалғыз және әр дыбыстан қорқып, Зәйтүн тоғайының қауіпсіз аймағынан шығып, әр жерде тұрған сарбаздардан жасырынып, қалаға қарай бет алдым. Мен мұндай күш көрсетуді ешқашан көрген емеспін. Римдік сарбаздар көшенің әр бұрышында тұрды, ал басқалары гарнизонның айналасында қарауылдап тұрды. Мен олар Исаны тұтқындап ұстады деп ойладым. Біреу бар ма? Мүмкін отты сөндіргенім жөн болар. Жоқ, әйтпесе жабайаңдар шабуыл жасайды деп алаңдайтын едім. Жүр, Тома, түнгі дыбыстан қорықпа. Мен қазір қайдамын? Иә, олар Исаны тұтқындап әкетті.
Мен көшедегі әңгімелерді мүмкіндігінше құлақ түріп тыңдауға тырыстым. Анық болмаса да, көп ұзамай Исаның діни билік тарапынан сотталып, римдіктерге өлім жазасына кесілгенін білдім. Жаза! Абай бол, Тома, абай бол. Оны римдік губернаторына апарды. Ол Исаны айыптаудан бас тартты. Олар оны Ирод патшаға жіберді. Ол да оны айыптаудан бас тартты. Бұл хабарды естігенде, сәлде болса үмітім жанып еді. Бірақ сарбаздар Исаны билеушіге қайта барған кезде, әйтеуір біздің халқымыздың дінбасылары, Құдайдың бұл жақсы, адал адамдары Исаны қарапайым қылмыскер ретінде өлім жазасына кесуді талап етті. Олар дәл солай істеді. Олар оны айқшағашқа шегеледі. Күн батқанда Иса өлді. Мен оны өз көзіммен көрдім. Қаншама жанды емдеген, шындықтан басқа еш нәрсе айтпаған, баршаға сүйіспеншілік пен жанашырлық танытқан бұл қайырымды, жомарт адам жерлестерінің талабымен қатты соққыға ұшырап, азапталып, өлтірілді. Олар оның өлгеніне сенімді болған кезде, олар оның жансыз денесін айқшағаштан алып тастап, оны кебінге орап, қабірге апарып қойып, есігін таспен бекітіп қойды. Ол өлді. Ол өлді. Енді ештеңе бұрынғыдай болмайды. Мен қайда барарымды, не істерімді білмедім. Ал мен Иса жерленгеннен бері соңғы 2 күнде басқа шәкірттердің ешқайсысын көрмедім. Олардың барлығы өз отбасыларына, бұрынғы кәсіптеріне оралған шығар деп ойладым. Үйіме, ештеңе болмағандай, үйіме қалай ораламын? 3 жыл бұрын мен өзім білетін ең керемет, ең мейірімді адамды кездестірдім. Ал қазір ол жоқ. Зұлымдық тағы да жеңді. Кім? Кім бұл? Менде қылыш бар, ант етемін. Тома, айғайлама. Бұл менмін, Филипп. Филипп? Иә, менмін. Мен сені барлық жерден іздедім. Енді отты сөндіріп, көрінбей тұрғанда менімен кеттік. Сен мені іздедің бе? Қайда барамыз? Басқаларға қосылу керек. Қалған шәкірттерге ме? Иә. Бірақ не үшін? Бар назарды өзімізге аударамыз ғой. Жаңалық бар. Тезірек, Тома. Жаңалық? Қандай жаңалық? Түсіндіруге уақыт жоқ. Отты өшіріп, менімен бірге жүр. Жарайды онда. Маған біраз уақыт бер. Ең алдымен бізді тыңдағандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Қазір сіздер тарих қойнауындағы оқиға радио драмасын тыңдаудасыздар. Біздің көрінісіміз бірер сәтте жалғасатын болады. Бүгін біз Құдайдың киелі сөзіндегі оқиғалар мен адамдарға негізделген Құдай туралы күрделі сұрақтар сериясының соңғы бөлімін тыңдайтын боламыз. Біздің бүгінгі драмамыздың басында кемелді ұстаз және емші Иса тұтқындалып, айқышқа шегеленді. Ал оның шәкірттері жан-жаққа шашырап қашып кетті. Көш басшысынан айырылған олар кез келген сәтте Исаны өлтіргендер өздерін тұтқындауға келеді деп үрейлене күтіп жүрді. Шәкірттердің бірі Тома өзінің досы Филипппен қайта қауышқанда Исаның жерленгеніне 2 күн болды. Сонымен бүгін біз осы сериялар бөлімін аяқтаймыз және ең күрделі сұраққа жауап беретін боламыз. Егер Құдай мейірімді болса, онда неге ол зұлымдықтың жеңуіне жол береді? Филипп, бұл қандай жер? Бұл Жоханның досының жалға алған бөлмесі. Біздің қауіпсіздікте екенімізге сенімдімін. Қазір. Ал енді маған қандай жаңалық айтқың келеді? Күннің атуына қанша уақыт қалды деп ойлайсың? Не? Күннің атуына қанша уақыт қалды? Қазір біраз уақыт бер. Біз қалаға кіргенімізде сағат 4-тен асып бара жатқан. Күннің атуы кез келген сәтте болмақ. Иә, мен де солай ойлаймын. Олар біз осылай сөйлеп отырғанда келіп қалулар мүмкін. Кеттік, Филипп. Сен кім туралы айтып тұрсың? Және олар қайда болулары керек?
Жақып пен Жоқанның анасы Магдағалық Мәриям олар қабірге кетті. Не? Олар естерінен адасты ма? Қат сөйлеме, Тома. Кешір, бірақ олар бейітке неге барды? Оның денесін бальзамдауды аяқтау үшін. Біз оларға бармауды ескерттік. Бірақ олар барамыз деп өз дегендерінде тұрып алды. Бірақ бұл сұмдық қой. Қабірді римдік күзетшілер мөрлеп күзетеді емес пе? Мен білемін. Тіпті олар римдік күзетшілерді айналып өтсе де, олар қабірді мөрлеп тұрған тасты қалай жылжытады? Айтқаны мен келісемін. Тома, шын мәнінде бәріміз солай ойладық. Бірақ әйелдер бізді тыңдамады. Олар Исаның біз үшін жасаған барлық істерінен кейін ең азы оны лайықты жерлеу екенін айтты. Біздің көмегімізбен немесе тіпті онсыз да болсын баратындарын айтты. Олар өлімге бастарын тігуде. Немесе одан да сорақысы, олар римдіктерге біздің осы жерде жасырынған жеріміз туралы айтып, бәрімізді өлтірмейінше тұтқынға түсіріп азаптайтын болды ғой. Онда неге біз осында күтіп отырмыз? Бұл сұмдық. Таң атты. Біз бұл жерден кетуіміз керек, Филипп. Дәл қазір. Жоспарлағанымыздай әйелдердің қайтып келуін күтейік. Бірақ біз оларсыз кете алмаймыз, Тома. Олай болмайтын шығар. Бірақ олар қашан оралады? Әрине, олар өлтіріліп қамауға алынбаса. Егер бәрі жақсы болса, 2-3 сағат ішінде келіп қалулары мүмкін. Енді таң атып барады. Олар бейітке қарап, енді не істеу керектігін шешеді. Сонымен, ең жақсысы, олар 2-3 сағаттан кейін орала ма? Әзірше осында күтеміз бе? Солай деп ойлаймын. Бұл римдіктер болу керек. Олар әйелдерді өлтіріп, артымыздан келді. Жоқ, бұл біздің құпия мекеніміз. Біздің досымыз да болуы мүмкін. Немесе римдіктер әйелдерді өлтірмес бұрын олардан мәлімет алған болар. Есікті ашпа. Есікті аш. Мәриям, неге тез оралдың? Иемізді көрдім. Не? Өз көзіңізбен көрдіңіз бе? Римдіктер қабірді ашып, денені көруге рұқсат етті ме? Жоқ. Біз Исаның тірі екенін көрдік. Мен онымен сөйлестім. Және... Сіз онымен сөйлестіңіз бе? Тыныш, Мәриям сөйлесін. Не айтып тұрсыз? Мәриям, сіз не? Онымен сөйлестіңіз бе? Біз қабірге келгенде римдіктер кетіп, тас орнынан қозғалып кетіпті. Қабірге кірген кезімде мәйіт болуы керек жерде ақ киінген 2 адамның отырғанын көрдім. Азаматтар, сөзін аяқтасын. Олар маған, қарындас, неге жылап тұрсың деп тіл қатты. Мен біреулер мырзамды алып кетіпті. Оны қай жерге қойғанын білмеймін дедім. Исаның денесін біреу ұрлап кетті. Жоқ, мен қабірден шығуға бұрылғанымда қабірдің басында тағы бір адамды көрдім. Ол маған дәл сол сұрақты қойды. Қарындас, сен неге жылап тұрсың деп. Содан кейін ол менің атымды атады. Ол сенің кім екеніңді білді ме? Бірақ ол Мәриям деді. Сол ғажайып дауыспен шыққан есімді естігенде көзім ашылды. Бұл Иса еді. Ол өлгеннен қайта тірілген, және ол тірі. Бұл 7 күн бұрын болды. Петр мен Жохан қабірге қайта келіп, мәйіттің бұдан бұлай жоқ екеніне көз жеткізді. Филипп және басқалары әйелдердің бізге айтқан оқиғасына сенді. Бірақ мен сенбедім. Иса өлді. Оны ештеңе өзгертпейді. Жақсылық жеңілді, жамандық тағы да жеңді. Мен қаладан шығып, үйге оралдым. Және 1 апта бойы отбасыммен бірге Исаны кездестіргенімді ұмытуға тырыстым. Бірақ
Содан кейін Филипп мені қайтадан тауып алып, Иерусалимге тағы бір рет оралуға көндірді. Ол маған тосынсый жасап, көңілім қалмайтынын айтты. Барасың ба, Тома? Барамын. Мұнымен бір жола нүкте қоюым керек. Мен бұл айтқандарыңның еш қайсысына сенбеймін, Филипп. Түсінемін. Мәриям болсын, тіпті басқадан болсын, не айтса да Иса өлді, Филипп. Мен оның қолдарынан шегелердің орнын көрмесем, саусағыммен шегелердің орнын сипап, бүйіріндегі тыртығын қолыммен ұстамасам, оның тірілгеніне еш сенбеймін. Есікті тексер, Тома. Ол құлыптаулы ма? Ол құлыптаулы. Енді не болмақ? Артқа бұрылып, өзің қарап көр. Сендерге амандық пен тыныштық болсын. Ием, сіз қалай? Менің қолыма саусақтарыңды тигізіп қара. Алақаныңды бүйіріме қой. Және сенімсіз болмай сенетін бол. Ием менің, Құдайым менің. Достар, жамандық үнемі жеңетін сияқты. Бірақ көздеріңіз не өмірлік тәжірибеңіз, сезімдеріңіз сізге не айтса да, қайғы қасірет, қысым мен ашу мәңгілікке созылмайды. Тіпті зұлымдық өлімді де жеңе алмайды. Өйткені Иса өлімнен қайта тірілген, және қазір құтқарушымыз әрі досымыз ретінде мәңгі өмір сүреді. Тома сияқты жүрегін өзгертіп сенетіндер үшін Иса бізге мәңгілік өмір мен күнә мен зұлымдықты, қайғы қасіретті, тіпті өлімді жеңуге уәде береді. Өйткені Құдай сізді де, мені де мәңгілік махаббатпен жақсы көреді. Бірақ күнәларымыз бізді Құдайдан ажыратты. Мұның барлығын әділ де қасиетті Құдай біздің күнәларымыз кешірілуі үшін осындай шешімге барды. Бұл жол Құдайдың тірі сөзі және құрбандыққа шалынатын тоқты Иса Мәсіх арқылы өтпек. Иса біздің күнәларымыз үшін құрбан болды. Ол өлгеннен қайта тіріліп, бүгінде тірі. Оның біздің өмірімізге ену, күнәларды кешіру және мәңгілік құтқару әкелетін күші бар. Күнәлардың кешірілуі және мәңгілік өмір Құдайдың бізге берген тегін сыйы. Біз ол үшін жұмыс істемейміз, оны сый ретінде аламыз. Кешірім мен мәңгілік өмірге ие болу үшін біз күнәларымыздан бас тартып, Исаға сенім артып, оны құтқарушы және иеміз ретінде өмірімізге қабылдауымыз керек. Мен Құдайға шын жүректен дұға етпекпін. Менің дұғамды мұқият тыңдаңыздар. Сосын мен дұға еткен кезде менен кейін қайталауға тырысыңыздар. Уа Құдай ием, мен күнәһар екенімді білемін. Мен Исаның менің күнәларым үшін құрбан болғанына сенемін. Оның қайта тірілгеніне және бүгінде тірі екеніне сенемін. Енді мен күнәларымнан бас тартамын. Мен өзімнің құтқарушым болатын және мені кешіретін Исаға ғана сенім артамын. Мен Исаны өміріме құтқарушы әрі иеміз ретінде қабылдаймын. Осы күннен бастап мен Исаның соңынан еремін. Мені сүйіп, өміріме енгенің үшін иеміз Исаға алғысымды білдіремін. Аумин. Енді менен кейін дауыстап қайталап дұға етіңіз. Бір уақытта бірігіп дұға етейік. Құдайға құлшылық етіп, шын жүректен мінәжат етіңіз. Уа Құдай ием, мен күнәһар екенімді білемін. Мен Исаның менің күнәларым үшін құрбан болғанына сенемін. Оның қайта тірілгеніне және бүгінде тірі екеніне сенемін. Енді мен күнәларымнан бас тартамын. Мен өзімнің құтқарушым болатын және мені кешіретін Исаға ғана сенім артамын. Мен Исаны өміріме құтқарушы және иеміз ретінде қабылдаймын. Осы күннен бастап мен Исаның соңынан еремін. Мені сүйіп, өміріме енгенің үшін иеміз Исаға алғысымды білдіремін. Аумин. Құдайдың отбасына
Қош келдіңіз. Біз Иса Мәсіхке құтқарушымыз ретінде сенетін болсақ, және өмірімізді иеміз әрі қожайынымыз ретінде оған еруге арнасақ, ол біздің сенуші ретінде өскенімізді қалайды. Құдайдың киелі сөзінде былай деп айтылған: қайта иеміз әрі құтқарушымыз Иса Мәсіхтің рақымына кенеліп, оны жақынырақ танып білуде өсе беріңдер. Оның ұлылығы қазір де, мәңгілікте де даңқтала берсін. Аумин. Рухани өсудің ең жақсы тәсілдерінің бірі Құдайдың киелі сөзін күн сайын оқу. Өзінің киелі сөзі арқылы ол бізге қалай өмір сүруге болатынын көрсетеді. Біз оған не ұнайтынын білеміз. Біз сондай-ақ бізге зиян тигізетін қандай әрекеттерді болдырмау керектігін білеміз. Құдайдың киелі сөзін күнделікті оқудан басқа рухани өсудің тағы бір жолы бар: дұға ету. Біз Құдайдың киелі сөзін оқығанда ол бізбен тілдеседі, ал біз дұға еткенде біз Құдаймен тілдесеміз. Біз әрқашан оның алдында күнәларымызды мойындап, кешірім сұрауымыз керек. Иса Мәсіхке құтқарушы және иеміз ретінде сену біз енді ешқашан күнә жасамайтынымызды білдірмейді. Біз күнәсіз өмір сүруге тырысуымыз керек. Бірақ күнә жасағанда біз одан кешірім сұрауымыз қажет. Біз күнделікті өмірімізде оның басшылық етуін сұрап дұға етуіміз керек. Біз басқалар үшін дұға етуіміз керек. Оның ішінде отбасымыз бен достарымыз үшін. Бұған біздің жауымыз болуы мүмкін адамдар да кіреді. Исаның соңынан еру ешқашан оңай болған емес. Сенуші адам Исаның ізбасары болғаны үшін қудаланады. Басқалар бізді қудалап, Мәсіхке сенгеніміз үшін қиналып жатқанына таң қалмауымыз керек. Бұл туралы Иса былай деп айтты: мына айтқан сөзім естеріңде болсын. Қызметшінің жолы қожайынынан үлкен емес. Күнәһарлар мені қудаласа, сендерді де қудалайды. Олар менің сөзімді ұстанды ма? Жоқ, ендеше сендердің сөздеріңді де ұстанбайтын болады. Осының бәрін менің атымды мойындағандарың үшін сендерге істейді. Себебі олар мені жібергенді танымайды. Сүйіспеншілік пен кешірімділік біздің өмірімізді қудалау кезінде де сипаттауы керек. Біз ешқашан қудалауға ұшырағанда жалғыз болмаймыз. Құдай біздің әр бастан өткеріп жатқан қиындықтарымызды біледі, және ол әрдайым бізбен бірге. Ол бұл туралы былай деп айтты: мен сені ешқашан тастап та кетпеймін, жалғыз да қалдырмаймын. Оның өмірімізде болғанының арқасында біз жазба сөздерімен былай деп айта аламыз: ием маған жар, мен қорықпаймын ешбір жайттан, не істей алады адам баласы маған. Өмір сүріп жатқан әр күніңіз үшін Құдай сізге мол батасын берсін. Бүгінгі драмалық көріністі тыңдағандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Енді сіздер сияқты керемет тыңдаушыларымыздан осы драмалық көрініске қатысты туындаған сұрақтарға кезек берейік. Құдай зұлымдықты жаратты ма? Жоқ, Құдай зұлымдықты жаратпаған. Зұлымдық шайтан мен күнәнің нәтижесі. Дүниеде зұлымдық неге көп? Күнәнің кесірінен дүниеде зұлымдық көбеюде. Құдайдың киелі сөзінде бұл туралы былай деп жазылған: адамның жүрегі бәрінен де алдамшы. Адамдардың жүрегі күнәға толы. Тек күнә ғана дүниеде көп зұлымдықтарды таратып тудыруда. Соғыс, тирания және қуғын сүргіннің бәрі дүниедегі зұлымдықтың нәтижесі. Зұлымдық, қасірет пен зорлық-зомбылық мәңгілік бола ма? Құдайдың киелі жазбасында мұның бәрі заманның ақырына дейін ғана болатыны айтылған. Бірақ бір күні Құдай араласып, бір сәтте зұлымдық пен қасіретті жоқ қылып жіберуі әбден мүмкін. Неліктен зұлымдық үнемі жеңіске жететіндей көрінеді? Біздің адами көзқарасымызбен қарасақ, зұлымдық үнемі жеңіске жетуде сияқты. Алайда барлығы Құдайдың бақылауында, және ол адамзат тарихындағы оқиғаларды шарықтау шегіне, яғни зұлымдық жеңіліп, тыныштық пен сүйіспеншілік орнайтын уақытқа жақындатпақ. Не себептен олар Исаны өлтірді? Олар зұлым адамдар, жүректері қарайып кеткендіктен, олар Исаны өлтірді. Бірақ олар оның өлімінің арнайы себебі барын білмеді. Иса бізді күнәларымыздан құтқару үшін өлді. Ол біз үшін өзін құрбан етті. Ол біздің күнәларымыз үшін өлді. Бұл оның біздің орнымызды басып,
құрбан болғанын білдіреді. Иса шынымен де қайта тірілді ме? Ол мұны қалай істеді? Иә, Иса қайта тірілді. Құдайдың киелі сөзінде, киелі жазбаларда алдын ала айтылғандай, Мәсіх біздің күнәларымыздың құнын өтеу үшін жанын құрбан етті. Осы жазбалардың тағы алдын ала айтып кеткеніндей, Мәсіх қабірге қойылып, 3-ші күні қайта тірілді делінген. Ол тіпті өлімге қарсы төтеп беретін күшке ие. Бүгінде Иса әлі тірі ме? Иә, Иса Мәсіх тірі. Ол әрі мәңгі тірімін. Мен өлген едім, ал енді мәңгілік өмір сүремін. Өлімнің де, о дүниенің де кілттері менде, деп айтты. Егер сіз күнәларыңыздан бас тартып, Иса Мәсіхке құтқарушыңыз ретінде сенсеңіз, ол сізді кешіріп, мәңгілік өмір сыйын береді. Ол өзінің киелі рухымен келеді, және сіздің өміріңізде өмір сүреді, және сізге күн сайын көмектесетін болады.